Фибринозды қабыну. Фибринозды қабыну дегеніміз қабыну ошағында фибрин жіпшелерінің түсуімен жүретін қабыну дейтамыз. Ол әртүрлі аутоиммунды және қабынумен аутоиммунды реакциялар, аутоиммунды қабыну бізде ревматизм дейміз, немесе уремиялық қабынулар кезінде фибрин жіпшелерінің түсуімен жүреді. Фибрин жіпшесі ол қайда болады? Фибриногеннің құрамында болады. Фибриноген бізде фибрин жіпшелеріне ыдырап, қабынған жерде сол жерде шөге бастайды. Бұның екі түрін ажыратамыз. Бірінші түрі ол крупозды. Екінші түрі ол бізде дифтериялық. Дифтериялық формасы. Крупозды түрі ол жалған круп десек болады. Яғни фибрин шөгіндісі, мысалы, жиі ауыз қуысын шырышты қабаттарында болады. Шырышты қабат салатын болсақ, соның бетінде фибрин жіпшелер шөгіп, пленка түседі, жабын түседі. Бұл жабын жеңіл алынады және протеолиздік ферменттердің активациясы нәтижесінде бұл тез ыдырап кетеді, із қалдырмайды. Ал дифтериялық формада дифтерия күл ауруы деген білесіздер, қазақтарда айтады. Шырышты қабатта, шырышты қабат ауыз қуысында. Бұның бетінде түзілген фибрин жабындысы өте қалың болады. Және бұны алған кезде бұның тереңдігі жаңа шыршасты қабатына дейін, қан тамырлар қабатына дейін өтіп жатады. Бұны пинцетпен жұлатын болсаңыздар, ол астында жыртып, жаңағы жара қалдырады. Дифтерияның негізгі қоздырғышы ол дифтериялық таяқша. Бұл эпидемиялық, пандемиялық ауруларға жатады. Сіздер білесіздер, кішкентай кездеріңізде АКДС деген жаңағы вакцина алдыңыздар. Антикокушный дифтерин столбняковый, сонда соның ішіндегі мына Д деген дифтерия қарсы ішінде сыворотка бар. Сарысу бар, сол сарысу бізде дифтерияның дамуын алдын алады. Крупоздыға біз мысал ретінде крупозды пневмонияны келтірсек болады. Крупозды пневмония кезінде, мысалы, альвеоланы саламыз, альвеолардың ішінде жаңағы инфекция түсті көбейді. Жиі Фридлендер таяқшасы немесе пневмокок. Получается, мұнан ішіне түскен инфекция көбейеді. Бұл инфекцияға қарсы бізде жаңағы организмнің бірінші реакциясы дедік, біз ол гиперемия, қан тамырларының диаметрі кеңейеді, формалық элементтер шыға бастайды. Олар шығып, мына жерді қоршайды. Басында эритроциттер көп мөлшерде шығады да, жаңа өкпенің түсі қызыл түске бояла бастайды. Сол себепті крупозды пневмонияның бірінші кезеңі ол жаңа толағандылық, гиперемия. Екінші кезеңі қызыл бауырлану дейді. Қызыл бауырлану дейді. Неге себебі мынаның іші қанға толды және ол формалық элементтер эритроциттер. Сол себепті ол қызыл бауырлану дейді. Келесі үшінші кезеңі бізде ол сұр бауырлану кезеңі. Сұр бауырлану кезінде мына шыққан эритроциттер бізде ол қан тамырдан сыртына шығып кетті, сол себепті ол гемолизге ұшырайды. Бұның құрамында тек нейтрофильді инфильтрация қалады. Нейтрофильді инфильтрация бізде гематоксилин эозинмен бізде ақшыл сұр түсіп береді. Жалпы былай кесіп қараған кезде де ол ақшыл сұр түсіп береді, себебі бізде эритроцит және фибрин шөгіндісі ол бізде ақшыл сұр түсті. Бұнымен қоса, бұның арасында жаңағы фибрин жіпшелер болады. Фибрин жіпшелер альвеоланың ішінде және екі альвеоланың арасында кеңістікке де шығып жатады. Бұл сұр бауырлану кезеңі. Төртінші кезеңі ол шешілу кезеңі. Шешілу кезеңінде, яғни сауығу кезеңі десеңіз болады. Бұл кезде мына түзілген жаңағы эксудаттың барлығы протеолиздік ферменттердің активациясы нәтижесінде жібиді де, ол науқас қақырып жаңағы сыртқа қарай шығарып тастайды. Ал қалған қалдығы осы аймақта жаңағы лимфодренаж жүйесі бар. Сол лимфодренаж жүйесіне қарай қысымның әртүрлілігі нәтижесінде сорылып кетеді, тазарады. Яғни бұл жазылады, сауығады. Ал егер сауық болса, ол асқынуларға алып келеді. Дифтериялық бұл жиі бізде жаңағы ауыз қуысында дифтериясы күл ауруы дейміз, және ішекте, тоқ ішекте дамиды. Яғни тоқ ішектің шырышты қабатында бізде некроз ошақтары болады. Некроз ошақтардың бетінде ақшыл сұр жабын болады, фибринозды эксудаттан тұратын, ол қалың болады, қиын бөлінеді және оның астында жаралы ошақтар болады. Бұл некроз ошақтары немесе қан кеткен жара аймақтар. Бұл жаңағы фибриноздың крупозды және дифтериялық түрлері болып саналады. Қабынуға тағы да бір айта кететін жағдай, ол мысалы туберкулез. Туберкулезді қабыну, бұл гранулематозды қабынуға жатады, немесе пролиферациялық, немесе продуктивті. Туберкулез кезінде бізде гранулема неден тұрады? Туберкулез ошағына
бізде бірінші көк таяқшасы керек, иә, туберкулез микобактериясы. Микобактериясы көбейді, оған қарсы жаңағы гиперемия туындайды, и айналасына бізде лимфоплазмоцитарлы инфильтрация. Неге лимфоплазмоцитарлы? Себебі туберкулез бізде созылмалы қабыну. Мынаның айналасында лимфоплазмоцитарлы инфильтрация. Получается, ортасында казиоз некроз, айналасында лимфоплазмоцитарлы инфильтрация. Созылмалы қабыну болған кезде мына инфекция макрофагтарға әсер ете бергеннен кейін, лимфоциттерге әсер ете бергеннен кейін созылмалы. Ол түрін өзгертеді. Түрін өзгертеді, қандай? Эпителиоидты жасушаларға айналады. Эпителиоидты деген ол түрі өзгерген макрофагтар. Көлемі жағынан ұлғайып кетті. Бірақ бұл жерде макрофагальды қызметін, фагоцитоз қызметін атқара алмайды, тек үлкейіп барьер түрінде ғана тұрады. Енді бұлардың күші жетпегеннен кейін олар не істейді? Бір-бірімен қосылады. Осы эпителиоид жасушалар қосылып үлкен Пирогов-Ланганс клеткаларына айналады. Бұл Пирогов-Ланганс гигантты клеткасы. Мына ядролары перифериясында таға тәріздес, немесе доға тәріздес болып орналасады. Бұл неме ядролар? Мына эпителиоид жасушалар біргеді ғой, солардың бірнеше ядросы осылай шетіне қарай ығысып қалады. Бұл осы туберкулез ауруының негізгі патогномды клеткасы, ол Пирогов-Ланганс клеткалар, гигантты клеткалар. Бұл туберкулез кезінде. Дәл осындай гранулема сифилис кезінде болады, иә? Сифилистік жаңа қабыну. Сифилистік қабыну. Бұның ортасында тоже коагуляциялық некроз ошағы болады. Осы туберкулезге ұқсас казиозды некроз болуы мүмкін. Оның айналасында да лимфоплазмоцитарлы инфильтрация және жаңағы лимфоциттердің өзгеріп, макрофагтар өзгеріп, жаңа эпителиоид жасушалар пайда болады. Тек мына гигантты клетка болмайды. Бұл жерде осы мына аймақ, жара аймағы, бізде жиі сифилис кезінде ол аортаның ортаңғы жаңа бұлшықет қабатында болады. Сол себепті сифилистік мезоаортит деген патология туындайды. Ол жерде аортаның ортаңғы қабат бұлшықет қабаты болғандықтан ол жұқарады да сифилистік аневризма қалып келуі мүмкін. Аневризма ол кеңейіп кетуі мүмкін, былайша айтқанда грыжа сияқты, ол кейіннен жыртылып жаңағы өлімге алып келуі мүмкін. Бұл сифилистік осы мына зақымдану, осы гранулеманы біз гумма дейміз. Бұл үшіншілік сифилиске тән морфологиялық белгісі болып табылады.